Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен сіздерге тағы да күрделенген жай сөйлемдер туралы ақпаратты ұсынғым келеді. Бұл біздің күрделенген жай сөйлемдерге қатысты ұсынып отырған ақпаратымызда жай сөйлемдерді күрделендіретін қыстырынды құрылымдарға қатысты болмақшы. Жалпы қыстырынды құрылымдар өз ішінен бұл төрт түрге топтастырылады. Бірінші, түсіндірмелі қыстырынды құрылымдар. Мысалы, түрік тұқымдас төркі, печенек, осы күнгі қарақалпақтар елдерін қуып, Дон мен Еділ өңіріне беттеп барған десек, осы Есенберлиннің сөйлеміндегі печенек деген сөзді түсіндіріп тұрған қыстырынды құрылым бар. Ол сөйлемнің ішінде өзі түсіндіретін сөзінен кейін келіп, жақшаның ішінде жазылып тұр. Осы күнгі қарақалпақтар деп печенектердің кімдер екендігіне түсінік беріп тұр. Нақтылаушы қыстырынды құрылымдар. Бұған мысал ретінде Бесарыстан. Сондықтан Мағжан қазақтың бұрынғы ақындарының Абай, Ахмет, Міржақыптың ізін қуып, халықты өнер білімге шақырды деген сөйлемді келтірсек, осындағы бұрынғы ақындардың кім екендігін нақтылап тұрған қыстырынды құрылымдар жақша ішінде беріліп тұр. Абай, Ахмет, Міржақыптың. Сілтемелі қыстырынды құрылымдар. Бұл сілтемелі қыстырынды құрылымдар еңбектің авторын, атын, шыққан жылын көрсетеді. Мысалы, Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбаев, мақалалар мен зерттеулер 1967 жыл 244 бет деген тәрізді. Толықтырушы қыстырынды құрылымдар. Мысалы, Темекең әйел бала шағасымен 8 баласы бар, алды 18-де деген жақшаның ішінде осы бала шағасымен дегенді толықтырып тұр. Яғни қыстырынды құрылымдарда күрделенген жай сөйлемдерді жасаудың бір жолы болып табылады. Бұған дейінгі дәрістерімізде біз қыстырма сөйлемдер, қыстырма құрылымдар және қыстырынды құрылымдарға жалпы сипаттама берген болатынбыз. Бұл дәрістің жалғасы келесі сабақта тағы ұсынылады. Күрделенген жай сөйлемдерді күрделендірудің мұнан басқа қыстырма-қыстырынды құрылымдардан, есімше, көсемше оралымдардан басқа айқындауышты сөйлемдерден және де қаратпалы сөйлемдер арқылы күрделенеді. Назарларыңызға рахмет. Егер бүгінгі ұсынған ақпарат сіздердің көңілдеріңізден шықса, тіл ғылымы каналына тіркеліп, пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.